Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бағбан ханымның өсімдіктер әлемі каналына қош келдіңіз. Бүгін хлорофитум гүлі жөнінде айтатын боламын. Турасын айтсақ, хлорофитум гүлін кішкене балапандарынан көбейтетін боламыз. Отаны Африка болған хлорофитум гүлі алуан жапырақты болып келеді. Алуан жапырақты болғандықтан жарықтың көп мөлшерде түскенін қалайды. Хлорофитум гүлінің бірнеше сырларын анықтап біліп, ол жайлы ақпаратты толық білсек, бұл гүлмен достасып кетуге болады. Бұл хлорофитум гүлінің басқа гүлдерден ерекшелігі біздерге жаңа дайын өсіндіні, яғни орыс тілінде отростыкты дайындап береді. Хлорофитум гүлі ұзын мұртша жібереді, сол мұртша ақ әдемі гүлдермен гүлдейді және әрі қарай өскін жіберіп көбейе береді. Хлорофитум гүлін тамырын ашып қарасаңыз, осындай топ-томпақ тамырларды көреміз. Бұл су қорларын жинайтын тамырлар. Хлорофитум гүлі суды өте жақсы көреді. Жаз айларында тіпті күніне 2 рет суару қажет болады. Ал қыс айларында шамалы демалыс сыйлауымыз қажет. Аптасына 1 рет суарсақ жарап қалады. Егер уақытылы суармасақ, жапырақтары түсі өңіп, түсіп қалады. Хлорофитум гүлі алуан жапырақты, пестролистный. Сондықтан ол жарықты көп талап етеді. Егер жарық жеткілікті мөлшерде түспесе, жапырақтары ұзарып, жіңішкеріп, түсі өңіп, қуарып қалады. Ауа температурасы қыс айларында 15 градустан төмен болмауы қажет, жаз айларында 25 градустан жоғары болмауы қажет. Тікелей күн сәулесін ұнатпайды. Мен сізге хлорофитум гүлінің көбейтудің 2 жолын көрсетемін. Біріншісі топырақта, яғни дайын ыдысқа топырақты саламыз, топырақ құнарлы, ауа өткізетін болуы қажет. Және аналық гүлден айырмастан жаңағы өскіндерді, кішкене балапандарды топыраққа тығып, қасына қоя саламыз. Жайлап тамыр алып, жаңа гүл болып өседі. Жаңа гүл болып өскен кезде аналық гүлден ажыратып, жеке дара гүл қылып өсірсек болады. Хлорофитумды көбейтудің екінші бір жолы аналық гүлден жаңа кішкентай балапандарды қиып алып, суға салып тамырлату. Мен биопрепарат қолдандым. Сіздер карневин қолдансаңыз болады. Карневин ең жақсы стимулятор болып табылады. Хлорофитумның кішкене балапандарын суға салып, жылы әрі жарық жерге қойдым. Бар болғаны 12 күннің ішінде тамырлап, бізге нәтижесін көрсетті. Енді осы дайын болған өсіндіні біз топыраққа отырғызуымыз қажет. Ол үшін бізге құнарлы, жеңіл, ауа өткізетін топырақ қажет болады. Бұл топырақтың агроперлит қостым. Агроперлит бойына ылғалды сіңіреді және ылғал жетіспеген жағдайда тамырға жайлап беріп отырады. Өсіндіні отырғызу үшін 200 граммдық прозрачный стакан алдым. Себебі тамыр деңгейінің қаншалықты өскендігін осы түссіз стакан арқылы көріп отыратын боламын. Барлығыңыз гүл өсіріп, тамырлатып көбейтіп жүрген боларсыздар. Әдеттегідей дайын болған өсіндіні стаканға салып, құммен толықтырып, жарық әрі жылы жерге қойып қоямыз. Және су құйып қоюды ұмытпаймыз. Сіздерде егер болып жатса, карневин деген препаратты алсаңыз болады. Суға араластырып құйсаңыз да болады, немесе түп жағына тамызып жіберсеңіз болады. Мен бұл жағдайда суға араластырып құйдым. Алла қаласа, аналық өсімдік сияқты үлкен көлемді гүл болады деп ниеттенемін. Видеоның әлі де жалғасы болады. Сұрақтарыңыз болса комментарийда қойыңыз, лайк басыңыз және менің каналыма жазылыңыз. Сау болыңыз.